Египет пен Ресей билігі Синай жартаралында болған ұшақ апатының себебі туралы алдын ала болжам жасамай, тексерістің ресми қорытындысын күтуге шақырады. Мәскеудің мәлімдеуінше, әзірге Синай көгінен ұшатын рейстерге тыйым салынбайды, бірақ барлық әуе компаниялар мен әуежайлардан қауіпсіздік шараларын күшейту талап етілген. Осыған дейін американдық және британдық барлаудағы дереккөздер ресейлік лайнердің жарылуына бортта жарғыш құрылғысының болуы себеп деп хабарлаған еді. Бірақ олар ақпаратқа қатысты қосымша еш нәрсе айтқан жоқ, тек өз болжамдармен бөліскен. Кейінірек бірнеше еуропалық елдердің билігі Синай жартаралының үстінен азаматтық авиация ұшуларын тоқтата тұратындығын мәлімдеді. Бейсенбі күні Лондонда британдық премьер Дэвид Кэмерон және Египет президенті Ас-Сиси кездесті. Каир басшысы Лондонға арнайы ұшып келіп, британдықтарды алдын ала болжам жасамауға шақырды. Егер ресейлік лайнер бортында теракт болғаны туралы факт расталса, Египеттің туристік саласы үлкен шығынға ұшырайды. 2016 жылдың соңына дейін Еуроодақтағы босқындар саны 3 миллион адамға дейін көбеюі мүмкін. Осы жылдың басынан бері Еуропаға 700 мың адам келіп үлгерді деп хабарлайды Еурокомиссия. Біз келесі жылдың ақпанынан бастап күн сайын 5 мың босқын келіп отыратындығына дайын болуымыз қажет. Ауа райының нашарлауына байланысты соңғы уақытта апат саны көбейе түсті. Егер қазір іске кіріспесе, құрбандар саны өсе түседі, дейді Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі бойынша жоғарғы комиссар басқармасының өкілі Уильям Спиндлер. Мигранттар Евроодақ жағалауына шағын резеңке қайықтармен жетуге тырысады, бірақ қайғылы жағдай жиі тіркелуде. Осы жылдың өзінде теңізде 3 мың адам қайтыс болды. Facebook әлеуметтік желісіндегі қолданушылар саны тәулігіне 1 миллиард 10 миллион адамға жетті. Компанияға тиесілі басқа да платформалар жоғарғы қарқынмен дамып келеді. Instagram қолданушылар саны айына 400 миллион адамға, ал WhatsApp қызметін пайдаланушылар 900 миллион адамға жетті. Енді Facebook келесі аптада Notify атты жаңа қосымшаны іске қоспақ. Ол түрлі басылымдардан материалдар жинап, жаңалықтар лентасын қалыптастырып отырады.